Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Мен Бекеева Айнұр Өтепбергеновна, нөмір 33-ші мектеп лицейдің математика пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабағымызда 5-ші сынып математика пәні бойынша бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері тақырыбын қарастыратын боламыз. Маған айтып берсең, ұмытып қаламын, көрсетсең, есте сақтармын, ал өзіме жасатсаң, үйренемін. Қағидасын ұстана отырып, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсаттары: көбейтіндінің берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау, қосындының және айырымның берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау. Сабағымыздың тақырыбына көшетін болса, егер екі көбейткіштің біреуі берілген санға бөлінетін болса, онда көбейтінді де сол санға бөлінеді. 27 көбейтілген 95 көбейтіндінің мәні 9-ға бөлінеді. Себебі бұндағы 27 саны 9-ға бөлінеді. Егер қосылғыштардың біреуі берілген санға бөлінбейтін болса, ал басқалары бөлінетін болса, онда қосынды берілген санға бөлінбейді. Осы бойынша мысалы келтіріп кететін болсақ, 44 саны мен 55 санының 5-ке бөлінетіндігін немесе бөлінбейтіндігін көрсетеміз. Мұндағы 55 саны 5-ке бөлінгенмен, қосындыда тұрған 44 саны 5-ке бөлінбейді. Сондықтан да бұл қосындының мәні 5-ке бөлінбейді деп тұжырым жасай аламыз. Немесе 55 саны азайтылған 44 санының 5-ке бөлінетіндігін немесе бөлінбейтіндігін көрсету үшін біз 55 санының 5-ке бөлінетіндігін нақты білеміз, ал 44 санының 5-ке бөлінбейтіндігіне көз жеткізе аламыз. Бұдан біз 55 азайтылған 44 айырманың мәнінің 5-ке бөлінбейтіндігін білеміз. Шешімін тап. Мұнда 24 көбейтілген 19 көбейтілген 7 өрнегі 8-ге бөлінетіндігін анықтайық. Мұндағы 24 саны 8-ге еселі сан болғандықтан 24 санының 8-ге бөлінетіндігін нақты білеміз. Сондықтан да біз бұл берілген өрнегіміздің 8-ге бөлінетіндігін айта аламыз. Келесі 84 азайтылған 70 қосу 28 санының 14-ке бөлінетіндігін көрсететін болсақ, 84 14 көбейтілген 6-ның көбейтіндісінен тұрады, ал 70 санымыз 14 көбейтілген 5-тен тұрады, ал 28 санымыз 14 пен 2-ның көбейтіндісінен тұрады. Олай болатын болса, мұндағы нәтижемізде бізде 14-ке бөлінетіндігіне көз жеткіземіз. 120 санының 12-ге бөлінетіндігін көрсету үшін 120 саны 12 мен 10-ның көбейтіндісінен тұрады. Олай болатын болса, бұнда нәтиже 10-ға тең болатындығына көз жеткізуге болады. Енді келесі тапсырманы балалар өзіміз ойланып тауып көрейік. Мұнда 30 азайтылған 9 өрнегінің 3-ке бөлінетіндігін немесе бөлінбейтіндігін көрсетуіміз қажет. Және сонымен қатар 15 қосылған 20 өрнегінің 5-ке бөлінетіндігін көрсетуіміз қажет. Бұл жерде балалар қанекей 1 минут уақыт берем, тездетіп жауабымызды негіздейік. Дұрыс айтасыздар, 30 азайтылған 9 өрнегі 3 санына бөлінеді. Және 15 қосылған 20 өрнегіміз 5 санына бөлінеді. Жарайсыңдар балалар.